Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен кәсіби заңгер болып табыламын. Бүгінгі видеода сіздің қарыздарыңызды қалай заңды түрде қайтару керек екендігін айта кетемін. Ең біріншіден сізге айтатыным, сіздің қолыңызда расписка немесе договор займы деген сияқты документтер болмаса, ондай жағдайда сотқа беріп қажеті жоқ. Сізде осындай дәлелдемелер қолдарыңызда болмаса, сот сіздің шешіміңізді қанағаттандырмайды. Ал егер сіздің қолыңызда осындай расписка немесе договор, сіз осы қарыз бердім, алдым деген жайлы осындай бір документ болған жағдайда, сотқа беріп, осы қарыздарыңыздың барлығын қайтарып алуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Айталық, сіздің қолыңызда расписка немесе договор займы немесе тағы да бір сіз қарыз алған, қарыз берген туралы документ болған жағдайда, сіздің осы қарыз алған кісінің тұрақты мекен-жайы бойынша сотқа заявлениеңізді берсеңіз болады. Сіз осы заявленияны сотқа өткізгеннен кейін 5 күннің ішінде сізге SMS келеді. Ол SMS-ті осы сот процесі қашан болады, қай жерде болады, соның анықтаманың барлығы, ақпараттың барлығы сол SMS-де болады. Содан кейін сот процесі басталған жағдайда, ең бірінші процесте сіздің бүкіл документтеріңізді, яғни осы договор займы, сіздің распискаларыңыздың барлығын сот қарап, соның копияларын тексереді. Соның барлығын тексергеннен кейін сот өзінің шешімін шығарады. Соттың шешімінде осы сізден қарыз алған адамды сізге қарызын қайтадан қайтарып беруге сот міндеттейді. Ол өзінің қарызын қайтарып бермеген жағдайда, сіз сол соттың шешімі күшіне енгеннен кейін, оны алып сот орындаушына барып өткізесіз. Сот орындаушына өткізгеннен кейін, ол сот орындаушы сізден қарыз алған кісінің бүкіл шоттарына, бүкіл мүліктеріне арест қояды. Сізден қарыз алған кісі өзінің бүкіл мүлкіне арест қойылғаннан кейін сізге ақшасын қайтаруға мәжбүр болады. Оның шоттарын барлығына осы арест қойылған жағдайда, қандай да бір шотына бір ақша түскен жағдайда, ол ақшаның барлығы арестте тұрады, және де ол ақшаның барлығы сот орындаушы сізге ауыстырып отырады. Сот орындаушысы сізден қарызға алған адамның шоттарына немесе мүліктеріне оларға арест қойған жағдайда, сізден қарыз алған адам өзінің бір шотына ақша түссе, ол ақша автоматты түрде сізге аударылып отырады. Сонымен қатар, сізден осы қарыз алған адамның мүліктеріне арест қойылған жағдайда, яғни ол квартирасы немесе бір машинасы болған жағдайда, ол мүліктердің барлығы арестқа қойылып, ол мүліктер сатыла алмайды. Сонымен қатар, осы сот орындаушылардың өздерінің бір құқықтары бар. Осы машинаны айдауға байланысты өздерінің правалары болады, оны орысша осы водительский права дейміз. Сізден осы қарызға алған адамды осы водительский праваларынан негізі лишать ете алады. Енді болашақта сіз біреуге қарыз беретін жағдайда расписканы, яғни дұрыстап толтыруыңызды сұраймыз. Бұл распискада қандай мәліметтер болу керек екендігіне тоқталып кетеміз. Біріншіден, распискада ол сізден қарызға алып жатқан кісінің фамилиясы, аты және жөні, соның барлығы, сонымен қатар иіні, сонымен қатар қанша ақша алып жатыр, сізден және оны қашан алды, қашан қайтарады, сонымен қатар сол қарызға алған адамның адресі, тұрғылықты мекен жайы, және осы расписканы қай жерде жазып жатқаны, және өзінің өз қолымен жазу керек оны. Осы расписканы А4 осы парақшасына өзінің удостоверениясын түсіріп, сол жерге расписканы жазсаңыз тіпті жақсы болады. Осымен біздің видеомыз аяқталып келе жатыр. Бір айтып кетерім осы, менде қарызға байланысты көп практикада осы қарыздармен айналысып, сол қарыздарды қайтарған болатынмын. Сіздерде осы қарызға байланысты бір проблемаларыңыз немесе бір сұрақтарыңыз болса, ұялмай негізі осы видеоның астындағы ссылкаға өтіп, менің WhatsApp-ыма жазып, сіздердің сұрақтарыңызға немесе проблемаларыңызға соларды шешуге мен көмектесуге дайынмын.